Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Әр сейсенбіде жалғасып келе жатқандай біздің сабақтарымыз, дәрістеріміз жалғасып болып келе жатыр. Сира тақырыбы біткен соң әртүрлі тақырыптарға тоқталып жатырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз бұл нәпс. Алла субханала тағала адамзатты жаратып, адамға таңдау берді. Біреуі ол өзінің қалауы болса, екіншісі бұл оның Раббысының қалауы. Әрқашанда адам осындай сынақта жүреді. Балиғатқа жеткеннен бастап, балиғат жасына жеткеннен бастап, дүниеден өтіп кеткенше Алланың алдында адам сыналып тұрады. Табаракаллази биядихил мулку ва хуа аля кулли шайин қадир. Аллази халақал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала. Сендердің қайсыларын біздің әмірімізді орындап, оны көркем түрінде орындап, бізге қайта оралады деп сынаймыз дейді Аллах. Басқа бір жерде Аллах Тағала айтады: сендер афахасибтум аннама халақнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун. Сендер ойлайсыңдар ма, біз сендерді жай ғана жарата салдық та сендер бізге қайта оралмайсыңдар деп. Сондықтан адам үнемі сынауда жүр, сыналып жатыр. Адам өзінің қалауын орындай ма екен, жоқ, Раббысының қалауын орындай ма екен деп. Бұл дүниеде адам жаратылып, жалпы мына әлем жаратылғаннан кейін қаншама нәпске адамдар табынған болса, одан басқа бір пұтқа соншама ешқашан табынған жоқ. Ең үлкен пұт ол адамның нәпсісі. Адамның нәпсісі, ғалымдар айтады. Ең үлкен пұт, ең көп табынатын. Яғни адам ойына не нәрсе келсе, соны орындау. Нәпсі нені қаласа, соны істеу. Соны нәпсінің қалауы дейді. Яғни шариғат оны рұқсат берді ма, рұқсат берген жоқ па, оған қарамайды да, ойына не келді, соны орындады. Сондықтан нәпстің артынан еруді ғалымдар бұл жаңағы бүліктің тамыры деген, фәсаттың, бүліктің, адамның бұзылуының басы. Адам нәпсіне қаншалықты еріп, қалауына еріп кете беретін болса, соншалықты ол бұзылып кете береді. Сондықтан ғалымдар шәкірттерін алып тәрбиелейді, әртүрлі тапсырмалар береді. Оларда мақсат, басқа бір мақсат жоқ. Тек қана мақсат сол нәпсіні тазарту. Өзінің нәпсін тазарту, келген шәкірттің нәпсін тазарту. Нәпсіні қалауын әлсіретіп тастау. Тек қана адам Раббысының қалауымен жүретіндей болып қалу. Яғни нәпсі шариғатқа қайшы шықпай қалу тіпті. Осыны нәпсіні өлтіру деп айтады. Нәпсіні әлсіретіп тастау деп айтады. Шайтан, иблис бір рет Аллах Тағаланың әмірін орындамағандықтан ол жәннаттан қуылды. Жер бетінде мыңдаған жылдар бойы оның сәжде құлшылық, ғибадат қылуы оған көмектесе алмады. Мыңдаған жылдар бойы ол Аллаға ең жақын пенде болды. Періштелерге сабақ беретін ұстаз болды, Азазил. Азазил дейміз ғой, оның аты Азазил болды. Жындардан болды. Періштелерге сабақ беретін еді. Періштелер бір күні естіп қалды. Жәннаттан біреу қуылады екен деп. Сөйтіп ұстазына келіп: ұстаз, арамыздан біреуіміз қуылады екенбіз. Аллах Тағала бізден ренжиді екен. Сіз дұға тілеңізші, солардың қатарынан болып қалмайық деп өтініш жасап келген кезде, Азазил шайтан дұға қылды: я Алла, осылар қуылып кетпесінші жәннаттан, әумин деп. Өзін қосқан жоқ. Сөйтіп өзі қуылып кетті. Ешкімнің ойына кіріп шыққан жоқ, біздің ұстазымыз қуылып кетеді деп.
басқаларға сабақ беретін ұстаз еді. Ал нәпсі деген нәрсе ол шайтаннан да жоғарғы нәрсе. Адамда екі дұшпан болса, біреуі шайтан, біреуі нәпс болса, нәпс шайтаннан да жоғары тұрған дұшпан. Ол үнемі адамдар соның айтқанын, тыңдағанын қалайды. Айтқанын істетеді. Шайтан бір рет қана нәпсінің қалауын істеймін деп жәннаттан қуылып кететін болса, бүгінгі күнде жастан бастап қартқа дейін еркегі бар ма, әйелі бар ма, барлық адамдар осының артынан қуып жүр. Мен не қаласам соны істеймін. Мен не қаласам соны киемін. Қаласам жалаңаш жүремін, қаласам киініп аламын. Ешкім маған ақыл айтуға ақысы жоқ деп. Қалаған нәрсемді жеймін. Мейлі ол шошқа бола ма, доңыз бола ма, арақ бола ма, пиво бола ма, басқа нәрсе бола ма, сенің ісің болмасын. Ол уже нәпс шектен шығып кеткен кезде уже сол жаққа кете бастайды. Ары қарай шектен шыға бастаса, соңына барып, ешкімнің ақылын тыңдамайтын дәрежеге жеткен кезде ол айтады, мен құдаймын деп. Нәпс соған жеткізеді. Мен құдаймын, маған ғана табыну керек. Бәрі менің ғана айтқанымды істеу керек. Осы нәрсені ширк хафи деп айтады. Ғалымдар ширкті екіге бөлген екен. Кейбіреулер ширк акбар, ширк асғар деп бөлген, үлкен ширк, кіші ширк деп. Ширк деген яғни Аллаға серік қосу. Алладан басқа біреуді құдай деп білу. Құдай деп білу деген мағынасы не? Яғни оның айтқанын істеп жүру. Біз Алланы Алла деп білеміз, не үшін? Оның айтқанын істейміз. Алла деп білген соң, Аллах Тағаланы Құдай деп білген соң, оның айтқанын істейміз. Оның әмірін орындаймыз. Оның істеме деген нәрсесін істемейміз. Ал енді бір адам нәпсінде солай айтқанын істеп бастаса, ол Аллаға жасырын түрде серік қосқан болады. Ол тілімен айтып жатқан жоқ, менің нәпсім менің құдайым деп. Сол себептен бұл жасырын ширк деп аталады. Жасырын түрде Аллаға серік қосу. Сондықтан кейбір ғалымдар осыны ең үлкен пұт деп айтқан. Жалпы пұттарға, қабірге, ағаштарға, тастарға табыну бұл ашық түрде Аллаға серік қосу. Бірақ мынау жасырын болған себепті бұл қауіптірақ болып тұр аналардан. Өйткені ашық түрде жасалып жатқан ширктен бәрі кеп тоқтатады мұсылмандар. Не істеп жатсың дейді. Түркістанға кетіп бара жатса, қайда кетіп бара жатсың? Түркістандағы ешқандай әулие саған көмек бермейді деп. Көмек беретін тек Алла. Бірақ өкінішке орай соны айтатын да адамдар кейбір кезде қазір болмай жатыр сондай мұсылмандар. Ашық түрде жасалып жатса да қорқып жатады. Ашық түрде Райымбек атамызды айналып жатады. Бірақ біреуінің келіп шамасы жетпей қалады. Ана жерде, сен не істеп жатсың? Райымбек атаң саған көмек бере ма деп. Енді адам қаншалықты тақуалыққа жақындайтын болса, қаншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан амалдарды орындайтын болса, дұғаларды істейтін болса, қанша Алланы көп еске алатын болса, соншалықты оның нәпсі әлсірей бастайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Аллах Тағала әмір етті Құранда. Сен өзіңді таңертең кешке Алланы еске алатын пенделермен бірге ұста деді. Яғни солармен бірге бол деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге таңғы кешкі зікірлерді үйретті. Көптеген дұғалар бар, зікірлер бар. Таң намаздан кейін, шам намаздан кейін жасалатын. Адам қаншалықты, ғалымдар айтады, осы зікірлерге бекем болатын болса, таңғы кешке оқылатын дұғаларға бекем болатын болса, Алланы қаншама көп еске алатын болса, тасбихпен қанша Алланы көп тартатын болса, соншалықты оның нәпсі әлсіреп бастайды. Сөйтіп адамға Аллах Тағаланың әмірлерін орындау жеңіл болып бастайды. Содан кейін адам нәпсі қалауын орындамай бастайды. Оның нәпсі қалап тұрады, сен ана қызға қараш қандай әдемі деп. Екінші жақтан Аллах Тағаланың әмірі есіне түседі. Құллил муъминина яғудду мин абсарихим. Пайғамбар, сіз айтыңыз муминдерге, олар көздерін тыйсын бөтен әйелдерге қараудан деген Алланың әмірі еске түседі, ол қарамайды. Ол тілімен аузына келген нәрсесін айтпайды. Бір жақтан өсек айтқысы кеп тілі қышып тұр, бір жағынан Аллах Тағаланың әмірі есіне түседі. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Әр сейсенбіде жалғасып келе жатқандай біздің